Жалғастырайық. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Басқару академиясының 30 жылдығына орай облыстық филиалдың ұйымдастыруымен спартакиада өтті. Спорттық дода кіші футбол, волейбол, үстел теннисі және шахмат бойынша ұйымдастырылды. Сайысқа аймақтағы мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдардан бас аяғы 28 құрама қатысты. Ұйымдастырушылар осы арқылы қызметкерлердің командалық жұмысын жандандыруды көздеген. Тартысты өткен бәсекеде кіші аяқ тобынан жүлделі бірінші орынды Атырау пайдалану локомотив депосы, волейболдан Атырау мұнай өңдеу зауыты құрамасы еншіледі. Бұл спартакиаданы өткізу мақсатымыз біріншіден осы өзіміздің академия түлектерін біріктіру мақсатында, және сонымен қатар осы мемлекеттік қызметшілер болсын, жалпы осы адамдар арасында, қоғам арасында салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында, және осы командалық рухты, бірлік күшін нығайту мақсатында өткізіліп жатыр.